Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мәриям. Бүгін біз сіздермен оригами сағат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қайшы қалам, клей қажет болады. Біз ең бірінші қағазды үшбұрыштеп бүктеп аламыз. Енді артық жағын қиып тастаймыз. Енді біз бұны ашамыз. Енді мына жерін мына сызыққа бүктейміз. Енді тағы да сызыққа бүктейміз. Екінші жағында дәл солай істейміз. Енді біз бұны ортасынан екінші жағына бүктейміз. Енді бізге мына ортасындағы сызыққа тағы да үшбұрыштап бүктейміз. Енді бұны жақсылап тұрып басу қажет. Бұны ашып, мынасын да ашып, мына жердегі ішке кіріп тұрғанын мынау сияқты сыртқа шығарамыз. Ал енді екеуін біріктіріп бүктейміз. Екіншісін де сөйтеміз. Енді біз мына жерінен біріншісін сызыққа бүктейміз. Екіншісін де сөйтіп бүктейміз. Кері қаратып, бұл жағында сызыққа қарай бүктейміз. Енді біз жіңішке жағын ашамыз. Ашқаннан кейін мына жерде бірдеңке тіреп қалған жағынан бастап бүктейміз. Екіншісін де сөйтіп бүктейміз. Мына жерінде бізде ашық бір жер пайда болады. Сол жерді тіктеп ашамыз. Ол жерге бізге клейдің басы қажет болады. Біз бұл жерді тіктедік. Енді бізге артық қалғанына домалақ жасау үшін клейдің қақпағы қажет болады. Біз қаламмен домалақты сызамыз. Домалақ бізде осындай болып шығады, біз оны қайшымен қиямыз. Мінекей қиып алдық, енді оны кері аударып, өздеріңіз қалаған смайликтің суретін саласыздар. Енді бұл жерге клейді жағамыз. Клейді мынау сағатқа да жағу керек. Енді біз бұны жабыстырамыз. Бізде осындай сағат шығады.
Сау болыңыздар.